Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін біз мынау ойыннан Барвиха кірем. Осы ойыннан біз мынау көлікке айдауға лицензия алуға арнайы емтихан тапсырамыз. Оның барлығын міндетті түрде қазір сіздерге барлығын көрсететін боламыз. Мінекей мен қазір авто мектепке, яғни автошколаға келіп отырмын. Добро пожаловать в автошколу. Что положить права нужно он совершить. 1000 рубль төлейткенбіз. Содан кейін правиласы бар екен. Так, оқып алайын, содан кейін видеоны жалғастыратын боламын. Жаңағы мәтіндерді оқып біттік. Енді ары қарай жалғастырамыз. Сіз шынымен де мынау емтиханды өтесіз бе дейді. Қалайсыз ба дейді. Әрине 1000 рубль төледік, енді өту керекпіз. Осы емтиханды өтіп бітсек, сонымен лицензияны аламыз. Негізі бұл лицензияны алғаннан кейін машина айдауға рұқсат етіледі бізге. Онан кейін машинаға нөмір қояды, сатып алу керекпіз машиналарды. Енді осы тексеріп жатыр ғой бізді. Сонан кейін емтихан қалай өткеніміз соның бәрін байқап отырсыздар. Барлығын толық көрсетуіміз мүмкін енді, көп болып кетпесе. Мынау қызыл чекпоинттарды алып отырып, мынау емтихандардан өтіп, мынау тез аяқтау керекпіз. Мысалға, кәдімгі мынау нелерде де 3 нөмірде де осындай машинаға емтихан тапсырады. Содан өзінің правасын алады. Машина айдауға арналған. Міне бұл да шынайы өмір секілді. Жаңағынан елдерде ережелерді оқып таныстық. Мынаншамен жүріңіздер. Мынандайлар істеуге болмайды. Мынандай істеңіздер деген секілді. Сондай өздерінің ережелері бар екен. Егер осындай ойын бастырмасаңыздар, міндетті түрде осы автошколаға келіп, үстіп экзаменді, емтиханды тапсырып, өздеріңіздің лицензияңызды алып алсаңыздар болады. Мінекей экзаменді тапсырып біттік. Өзіміздің нәтижелі мынандай неміз алды. Осымен құрметті достар, видеомыз аяқталды. Оңаса лайк басыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ойын әрине қызықты, шынайы өмір. Келесі видео күтіңіздер.
ертең шығып қалуы әбден мүмкін. Сіздермен бірге болған Тәкемен сау сәлеметте болыңыздар.